Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сахаба Абдурахман ибн Ауф радиаллаху анху өмір тарихын айтамыз. Пайғамбарымыздың Алланың оған игілігі мен сәлем болсын үндеуіне алғашқылардың бірі болып ақидасын сақтау үшін туған жерін тастап мұсылмандықты қабылдаған осы Абдурахман ибн Ауф радиаллаху анху Меккеде Құрайш тайпасынан шыққан. Оның шын есімі Абдул Амр. Бірақ исламды қабылдағаннан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оған Абдурахман деген жаңа есім береді. Ол жас кезінен ақылды, дарынды, саудагер, жақсы мінезді болған кісі да. Исламды жасырын түрде таратып бастаған кезде Абу Бәкір радиаллаху анху өзінің жақындарынан бірінші таратып айтады ғой. Сол кезде осы таратқан адамдардың ішінде Абдурахман ибн Ауф болды. Алла оған разы болсын. Ол Абдурахман ибн Ауф, Аллах оған разы болсын, көптеген қыңыр құрайыштар сияқты бас тартудан асықпай, ол ой елегінен өткізеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның алдына барады ғой, өзінен есту үшін. Пайғамбарымыздың Алланың оған игілігі мен сәлем болсын алдына жасырын келеді ғой. Сөйтіп оны Аллаға құлшылық етуге шақырады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам пұттарын тастауға айтады. Ол бірден шахаданы айтып, сол күннен бастап исламды қабылдайды. Бұл кезде исламды қабылдау деген бар ғой, құрайыштардың келеге мазағына, азабына дайын болу деген сөзді білдіреді да. Яғни біз не жейміз, соны жейсің, біз не азап көреміз, соны көресің. Бірақ түбі мәңгілік жәннатта бірге боламыз деген уәде тұруда. Бірақ олардың азабы біздікіндей ұру, соғу, тебе салу емес қой. До того жауыз болған. Сөйтіп жүрегі таза Абдурахман ибн Ауф, Аллах оған разы болсын, бірден исламды қабылдайды ғой. Бірақ кейінгі жол оңай болған жоқ. Құрайыштар олар аз кезде жиі қысым жасайтын. Олардың сенімнен бас тартуға мәжбүрлейтін. Ол Алланың ғайып сөздерін тыңдау үшін Әл-Арқам радиаллаху анху бар ғой, үйінде жиналады ғой, сахабаның. Соның үйі сияқты жасырын жерде жиналатын болған. Оның иманы күшейіп, ислам нұры адамдардың жүрегін қалай толтырғанына куә болады. Сондай-ақ пайғамбарымыздың Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, мына құрайыштардың келеке, мазақ пен қысымдарына қалай шыдағанын көреді ғой. Көпшілік адасып жүргенде бұл тура жолды таңдайды. Ақырында ол жәннат уәде етілген сахабалардың бірі болады ғой. Құрайыштардың қысымы мен олардың келген қауіп қатері мұсылмандарды қатты өмірдің қиындатады да. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына жан ашып, олардың үнемі азапта болғанын қаламай, әділ патша Нәжаши, шын аты Асқама ибн Абжар, сол Нәжаши билеген Ақсум патшалығы Хабашаға көшуге рұқсат береді. Нәжаши өзінің адалдығымен танымал болған патшада дінді құрметтеп мұсылмандарға қысым көрсетпейді. Сол Хабашаға барғандардың ішінде Абдурахман ибн Ауф радиаллаху анху болады. Ол жерде олар расында құрметтілікті көрді, қадірлі қонақ болды. Сол кезде сахабалардың ішінде Жафар ибн Абу Талиб радиаллаху анху, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның көкесі бар ғой, Абу Талиб. Соның ұлы Жафар ибн Абу Талиб, Алла оған разы болсын. Сол кісі айтады Нәжаши патшаға: біз надан қауымнан едік дейді. Арақтан аузымыз босамайтын, құмар ойындардан бас алмайтынбыз, ойнас жасап адам өлтіре беретіндерден болдық. Сөйтіп Алла тағала арамыздан пайғамбар жіберді. Ол бізге дұрыс жолды көрсетуде дейді ғой. Сонда Нәжаши патша Иса алейхиссалам мен Мариям анамыз туралы сұрайды ғой. Сонда жаңағы Жафар ибн Абу Талиб радиаллаху анху Мариям сүресін оқып береді. Ол оқыған сайын Нәжашидің көзіне жас келеді. Сөйтіп мына сөзді айтады ғой: Аллаға ант етемін, сендердің пайғамбарларыңа түскендер мен Хазіреті Иса алейхиссаламға түскендердің арасында еш айырмашылық жоқ қой дейді. Оның Алла елшісі екеніне куәлік етемін деп, исламның ақиқат екеніне көз жеткізіп, кейін исламды қабылдайды. Абдурахман ибн Ауф, Алла оған разы болсын, туған жерінен жырақта болса да ислам дініне берік болады. Уақыт өтіп Мәдинаға көшу туралы Алладан бұйрық келеді ғой. Сол кезде Абдурахман ибн Ауф үшін, Алла оған разы болсын, үлкен сабақ болады. Бар байлығын Меккеде қалдыруға мәжбүр болады да. Ол күшті саудагер еді ғой, бай еді. Оның бәрін алып кету мүмкін болмағандықтан барлық мүлкін тастап кетеді ғой. Сондықтан көптеген адамдар Меккеден дымсыз кетіп, Алла жолында дүниелерін тастап кетеді. Абдурахман ибн Ауф, Аллах оған разы болсын, Мәдинаға қоныс аударғалы бері мал мүліксіз, саудасыз, дымсыз қалады ғой. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оның еңбекқорлығын, адалдылығын, мал шаруашылығымен жақсы айналысатынын біліп, соның арқасында пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дұға жасайды Аллахқа. Алла оған мол ризық есігін ашады. Байлық оны сараң қылмай, керісінше кішіпейілділікпен жомарт етеді. Абдурахман ибн Ауфтың радиаллаху анху Алла жолында қыруар қаржы жұмсаған туралы тарихта сақталған ең танымал бір кезеңін айтып берейін ба? Табук шайқасында. Бұл жорық мұсылмандар Византия әскерлеріне қарсы жорыққа аттанғалы тұрған кезде болады ғой.
Бұл пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, өміріндегі ең соңғы және ең ауқымды әскери жорықтарының бірі болады. Мұсылмандардың әскерінің саны 30 мыңға жетеді сол кезде. Бұл жорыққа орасан зор азық түлікті қажет етеді ғой. Қаншама атты әскерлер, қаншама адам, қаншама тамақ керек, қаншама су керек. Ойлаңызшы, соларды кім тамақтандырады? Мысалы, соншама әскерді. Жол өте ұзақ, аптап, ыстық, құрғақшылық, азық түлікпен қаншама құрал жабдықтар керек болады сол кезде. Көп мұсылмандар құрал жабдықтары болмағандықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға оларды соғысқа қатысудан бас тартуға сұрайды ғой. Содан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жамағатын жинап, жаңа ішінен әскерді қолдау үшін садақа беруге шақырады. Дәл сол кезде мына Абдурахман ибн Ауф, Аллах оған разы болсын, керемет үлгі көрсетеді. Ол қайырымдылыққа 200 унция алтын береді. Бұл орасан зор байлық сол кезде. Сахабалар, әсіресе Омар радиаллаху анху, оның жомарттығына таң қалады ғой. Осылайша пайғамбарымыздың Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын мүбәрәк дұғаларының себебінен әлбетте Алла ол дұғаны қабыл етіп, мал мүлкін көбейтіп, саудасын одан сайын берекелетеді ғой. Ол Абдурахман ибн Ауф, Аллах оған разы болсын, өмірінің соңына дейін мұсылмандардың мұқтаждығына өз байлығын жұмсаған. Мәдинадағы кедей-кепшіктерге көмектескен, жесірлерге қолдау көрсеткен, қомақты қаржы берген, еш тартынбаған. Адамдар тіпті сұрайды екен да, мына саудаға кетіп баратады ғой, оның сауда түйелерші. Караван қазақша қалай еді? Керуені кетіп бара жатқан кезде адамдар сұрайды екен, бұл керуен кімдікі деп. Керуен Абдурахман ибн Ауфтікі дейді. Аллах оған разы болсын. Соншама керуен 700 түйе кетіп баратады. Кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, Абдурахманның жәннатқа еңбектеп кіріп баратқанын көрдім деп. Оны естіген Абдурахман ибн Ауф, Аллах оған разы болсын, жұмаққа жай кіруіне осы мал мүлкім әсер етеді деп қорқып, жаңағы 700 кетіп баратқан караванды, керуенді, мына қарап отырған жетім жесірге, кедейлерге, шын мұқтаж адамдарға садақа етіп жібереді ғой, Алла жолында. Бұл оның жүрегінің байлыққа берілмейтінін дәлелдеді. Ол Абдурахман ибн Ауф, Аллах оған разы болсын, пайғамбарымыздың Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, отбасын да ұмытқан жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өмірден өткеннен кейін де оның әйелдеріне көмектесіп отырған. Айша радиаллаху анха айтады, оның берген садақасы көп пайда тигізді бізге деп. Тіпті өлер алдында пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның әйелдеріне өзінің мал мүлкін аманат еткен ғой. Мына байлық жәннатқа кіруіме кедергі болар ма екен деп қорыққан дейді ғой тіпті. Міне осындай адам болған Абдурахман ибн Ауф, Аллах оған разы болсын.